Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге қамыр ішіндегі шұжықтарды дайындайтын боламыз. Видео ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 1,5 ас қасық қантымызды саламыз. Және де 1,5 шай қасық ашытқымызды салып аламыз. 40 мл сұйық майымызды құйып араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып, жұмсақ етіп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды дайын болып қалды. Бетін жауып, қамырымыз көтерілу үшін 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей көтеріліп шықты қамырымыз. Енді қамырымызды алып, жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Қамырымызды жайып болғаннан соң, видеодағыдай етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Енді қамырымызды шұжықтардың сыртына орап шығамыз. Орап болғаннан соң 25-30 минутқа қойып қоямыз. Енді табамызға қамыр ішіндегі шұжықтарымызды қойып шығамыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Жақып болғаннан соң, үстінен күнжітімізді сеуіп шығамыз.
200 градус қызыған пешімізде пісіріп аламыз. Мінекей қамыр ішіндегі шұжықтарымыз пісіп шықты. Топ-томпақ болып, әдемі болып шықты. Видео ұнаса, лайктарыңызды аямай, және де арнама тіркеле кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.